Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 20 мың аса студент. Талайдың аузында аңыз болып қалыптасқан, біреулерге білімі, біреулерге даңқы жайылған қара шаңырақ. Мектеп жолын аяқтап, жоғарғы оқу орнына қадам басқан абитуриенттер өмірдің үлкен белестеріне табан тіремек. Осы жылдар аралығында біраз сұрақ өз шешімін, біраз адам өз жолын табары хақ. Ұлттық универдегі басқару жүйесі ұйымдар арқылы жүзеге асып отыр. Университет қабырғасында жүріп, өз мамандықтарын игеріп қана қоймай, талантына, икеміне, яки құлшынысына қарай универшілік ұйымдарға кіруге болады. Просто не ғой, енді студенттік өмір өзі 4 жыл ғой, и оны только оқумен өткізген реально қызықсыз болып қалады да. Сол үшін ұйым деген нәрсе сол кезде керек та, кішкене қызықты, орта керек, неше түрлі жерді көру керек, адаммен араласып көру керек деген сияқты ғой. Сол үшін активистика деген адам өмірінде сол үшін керек. Қызықты қылып өткізу үшін студенттік өмір. Жастар рухындамын, жастар рухы маған несімен ұнады? Өте қазақы, андай өз шегін, нелерін білетін ұйым болғаннан кейін, енді барынша қазақтылыққа жақын болғаннан кейін осы ұйым атырында қаншалықты берілген болса, мысалы мен айтайын, менде таңдау тұр. Не өзімнің карьерам, либо жаңағы жастар рухының абыройы деген сияқты нәрсе. Мен по-любому ұйымның абыройын таңдайтын, өйткені мен өзім жеке тұлғамын ғой. Менің қайтадан қалыптасып алуым, менің карьерамды көтеріп жалғастырып алуым, табылып кетуім оңай. Ал егер ұйым құрайтын болса, онда оны қайтару, қайтадан бұрынғы қалпына келтіру, оның репутациясын қайтадан өз орнына келтіріп алу мүмкін болмай қалады да. Сол үшін ұйымға соншалықты беріледі. Ұйымдарға көзқарасым өте жақсы. Олар адамның дамуымен, орта табуына өте өзінің үлкен үлесін қосады. Және де мен өзім тыныштықта жүре алмайтын адам болған соң, маған жан-жақты даму керек, жаңа орта қажет деген сияқты. Мен ұйымдарға деген көзқарасым жақсы, және де барлық студенттерге осы ұйымға кіру пайдасы, өзіндік пайдасы бар екенін айтқым келеді. Қош, сен әлі камерада жасамаса енді. Мойында тұр ма? Иә. Бүгінгі кеште сіздердің жүректеріңізден орын алуды ойлаймыз. Сіздермен бір толқында жол мәслихат. Жо, видеоға түсіріп жатырмын мен. Менің атым Мейрамбай, мен осы Сенат ұйымының мүшесімін.
Перваш, бұл ұйымда жүрген себебім, жалпы бұл ұйым маған өте қатты ұнайды. Осындай керемет кештерді ұйымдастырып, керемет көңіл күй сыйлайды. Маған ұйым өте қатты ұнап отыр, шыны керек. Өте кайф просто. Сенатқа кіріңдер, сенаттан табасыңдар өздерінің орталарында. Өмірдегі активистика, студенттік өмірдегі активистика белгілі бір деңгейде адамдар үшін керек, белгілі бір деңгейде керек емес. Өйткені активистиканың екі түрі бар. Бұл жалпы уақытты пайдалы өткізу дейміз, басқа біреудің пайдасы үшін жүгіру. Екінші жағын алып қарайтын болсаңыз, бұл сіздің болашағыңызға деген белгілі бір дайындық жасайтын ұйымдар бар. Мәселен, мен жастар рухы ұйымының мүшесімін. Бұл жерде менің жүрудегі басты мақсатым ертең болашақта мен осы жастар рухы ұйымының саласына немесе белгілі бір партияға, белгілі бір мемлекеттік қызметке барып қалуы мүмкін. Сол кезде біздің, егер осы жастар рухында ұйымында болатын болсақ, бұл жерде бізде уже тәжірибеміз болады. Ал немесе бір басқа да бір ұйымдарға жаңағыдай карта жасайтын немесе басқа да бір активистикалық ұйымдарда болатын болса, бұл жерде енді шын айту керек, мен ол ұйымдарда болмас едім. Өйткені бұл жердегі түптеп келгендегі менің мақсатым болашақтағы өмірге дайындық және де жеке пайда тұрғысы бар. Сені Сақал деймін. Ана түгі көрді. екеуі де көнеш. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер. Неге волонтерді? Ассалаумағалейкум. Менің атым Руслан болады, перваш тоже. ОП мүшесімін, бірақ осы жерде менің ағам, бауырым, Елмұрат бауырымды қолдап келіп отырмын. Мәкең бар екен. Мәкең бар екен, Мәке ОП-да болған негізі. Все, бәріне сәттілік, бүгінгі кеш өте керемет деңгейде өтсін деп тілегім келеді. Мен болдым деш. Палау майда мен. Себебі менің өзім студент кездерімде бірінші курстан төртінші курсқа дейін көптеген ұйымдарда болдым. Мысалы, шынайы беріліп жұмыс жасадым десем де болады. Сол уақыттарда менімен қатар кейбір қыз жігіттер өзінің сферасында практикада болды. Сол практика бойынша ары қаратай жұмысқа тұруға жағдай жасады. Университетті тәмамдағаннан кейін кез келген жұмыс орнына барған кезде сізде тәжірибе бар ма деп сұрайды. Сол менде тәжірибе жоқ болды, барлығын с нуля бастау керек болды. Яғни ол жердегі процесті игеру, ұжымменен дұрыс сөйлесе білу, соның барлығын менің жанымдағы достарым, мысалы, сол кезден бастап игеріп кетті, қабілеттері ашылып, ал мен бірден тек теорияменен, оқуменен жабдықталып, активистік өмірден шығып, мысалы, телеканалға барған кезде ол жерде барлығын игеру маған қиындық туғызды. Яғни маған тағы да 1-2 жыл сол жердің ішкі кухнясын дейді ғой, коллективпен жұмыс жасауды талап етті. Мысалы, бірден университет қабырғасында оқып жүріп, активистік өмірді шамалы ғана қолданып, шамалы ғана жүріп, одан бөлек өзіңнің сфераңа толық игеріп кету үшін практика жүзінде өндірістік тәжірибеден өту қажет деп ойлаймын. Осы бағытта студенттерге айтарым, барлығын бірге толыққанды алып жүру керек. Тек қана бір бағыт активистік өмір деп қалып қалмау керек. Бұл менің жалпы 4 жылда басымнан өткен процесс. Сол бойынша сіздерге ұсынғым келеді. Албырт көңіл, алып ұшып тұрған жас өмір. Бірі-бірінен асып түспесе кем болмайтын, түкпір-түкпірден жиылған, қасиетті жердің қасиетін сіңіріп келген, дарыны мен таланты тасып тұрған студент. Студент деген аты ғана болмаса, заты тұла бойы талантқа, яки дарынға, немесе білімге толған тұлға. Ал бұндай адамның өз ішіне бұғып жатқаны да ерсі болмақ.
ұйым негізі керек емес деген ол бір дұрыс емес шешім деп ойлаймын. Бірақ сонда да өзінің бір нюанстары бар, түзету керек. Өйткені ұйым, кейбір студенттер ұйымға кіреді, ұйымдағы ортасы ұнайды, сол жердің вайбына қатты беріліп, факультеттің ортақ, барлық студенттердің факультетке деген ортақ мүддесін кенжелетіп тастайды деп айтсақ болатын шығар. Факультеттің намысы үшін бір іс-шараларға бару, факультеттің беделі үшін жұмыс атқару деген секілді істерге онша зауқы болмай қалады. Өйткені оған ұйымдағы ортасы көбірек ұнап кетеді. Осы жердегі бір жүйені дұрыстау керек деп ойлаймын. Ал егерде позитивистік тұрғыдан қарайтын болсақ, кейбір студенттер болады, не жұмыс істемейді, графигі келмейді сабаққа. Сабаққа да бір қатты зауқы болмайтын студенттер болады. Солардың бір жатақханада бір жатып қалып, ештеңе істемей жүргеннен гөрі, сол бір ұйымда активистикамен айналысып, өзін-өзі дамытып, дамушы ортада жүргені дұрыс деп санаймын. Ұйым негізі керек, бірақ ұйым бар екен деп факультеттік мүддені де ұмытпау керек. Оны да дұрыстайтын жүйе керек деп ойлаймын. Бірінші курсқа келгелі, аз уақыт өтсе де уже бәріміз бір-бірімізге үйреніп кеттік қой. Ең қызықты сәттер енді басталып келе жатқан сияқты көрінеді маған өзіме. Ұйымда жалпы әсіресе бірінші курсқа келген балалар бір-біріне бөтенсімей сразу бәріміз бір-бірімізге үйреніп кеттік та. Мысалы общаганың ішінің өзінің бөлек вайбы бар. Маған өте қатты ұнайды осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне именно журналистика факультетіне түскеніме қатты қуанамын. Группаластарым да өте керемет. Түрлі нелерді ұйымдастырып жатыр, уже концерттерде бәріміз бірігіп, бәріміз бір үйдің баласындай болып уже келе жатырмыз ғой. Енді алда бұйырса әлі 4 жылымыз бар, сол 4 жыл уақытты жақсы, қызықты естеліктерге толып өткізсек, өте білмеймін, студенттік шақ ең адамның өміріндегі ең қызықты сәттер дейді ғой. Сол бүгін биылғы жылдан қалмай осы Құрметті, көздерінен от жанып, кеудесінде намысы, ішінде ашылмай жатқан таланты бұлқынып жатқан жастар. Әсіресе университет табалдырығын аттаған жас түлектер. Қоғамдық жұмысқа араласқан жақсы. Ол біздің активист қой деген мақтауға марқайған да керемет. Бірақ активист болу дегені 4 жыл универдегі уақыттың, энергияның 20%-ын ғана алуы тиіс. Қалған 80%-ды білімге, дамуға, кітап оқуға, практикадан өтуге, оқып жатқан мамандықтың 100% иесі болып шығуға қалдыру керек.